Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге мына кір жуғыш машинаның лотогын қалай тазалағанымды көрсететін боламын. Ең алдымен бізге ыстық қайнаған су керек болады. Менде шамамен бұл жерде 4 литр қайнаған су. Қайнаған суға лимон қышқылын қосу арқылы газ лотокты тазалап көретін боламыз. Яғни бұл жерде менде су мен лимон қышқылының пропорциясы 1 литрға шамамен 4-5 шай қасық. Сонда менде мына жерде 4 литрға шамамен 20 шай қасық лимон қышқылы кетті. Лимон қышқылын қосып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Осы лимон қышқылы қосылған суға лотогымызды бататындай етіп салып қоямыз. Және оны біраз уақытқа салып қою керек, шамамен 4-5 сағатқа, немесе түнде қойып қойсаңыз болады, таң атқанша. Одан кейін мына жерде көрсеткім келгені лимон қышқылы қосылған сумен мына лоток тұрған орынды да тазалап шықсақ болады. Ол үшін губканы суға малып, жақсылап лоток тұрған орынды жауып шығамыз, сүртіп. Менде түні бойы тұрды. Енді кезекте тіс щеткасымен алынатын жерлерін, яғни қырып алып тастауға тырысамын. Лимон қышқылымен тазалап болғаннан кейінгі мұның нәтижесі толығымен кеткен жоқ, сондықтан мен қазір тағы да бір әдісті пайдаланып тазалап көруге тырысамын толығымен. Ол үшін бізге ас содасы және де асқана уксусы керек. Осы лотоктың қатты ластанған жерлеріне соданы сеуіп шығамыз. Қатты ластанған жерлеріне өте көбірек мына жерде сеуіп шығуға тырыстым. Соданы барлық жеріне сеуіп болғаннан кейін асқана уксусын сол соданың үстіне құямыз. Мына жерде бізде реакция жүре бастайды. Уксусты құйып болғаннан кейін біраз уақытқа, немесе түні бойы қойып қоюға тырыстым. Міне бұл содамен уксуспен тазалағаннан кейінгі көрінісі. Әлде толық кеткен жоқ. Сондықтан қазір мен тағы бір әдісті пайдаланып көремін. Ол үшін бізге керегі 2 тал хлор таблетка. Бұл хлор таблеткамен жұмыс істеген кезде өте абай болу керек, өйткені иісі өте өткір екен. Маска тағып алуды ұмытпаңыздар. Хлор таблетканың үстіне су құйдым да біршама уақытқа қалдырып қойдым. Мінеки бұл хлор таблеткамен тазалағаннан кейінгі түрі, біршама ағарған сияқты. Бірақ толығымен кеткен жоқ, сондықтан мен қазір тағы да бір әдісті байқап көремін. Енді кезекте мен лимон қышқылының өзін осы лотокқа барынша көбірек сеуіп, оның үстінен қайнап тұрған ыстық суды құйып, біраз уақытқа қойып қойдым. Осы қатып қалған кірлерді ертеді деген үмітпен біраз уақытқа қойып қойған болатын. Нәтижесін қазір бірге көретін боламыз. Мінеки мынау барлық әдістерді пайдаланғаннан кейінгі менің лотогымның түрі. Әрине барлық кеткен жоқ, сондықтан егерде басқа әдістер болса, комментарийға жазсаңыздар болады. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Каналыма жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.